Сәлем, менің есімім Санжар Айдар. Бүгін осы видеода біз сендермен жігітті қызғандыру әдістерімен танысатын боламыз. Бірақ бастамай тұрып, осы видеоны не үшін түсіргенімді айтқым келеді. Сендерді жаман іс-әрекеттерге баулап, жігіттеріңнің жүректерін жаралау үшін емес, бірақ ол кеңкелес болса онда болады. Қалжың, олай жасауға сонда да кеңес бермеймін. Бұл видео араларыңдағы сезімді тексеріп, оның сен жайында не ойлайтындығын және арақатынас өшіп бара жатса ұшқын беріп, сол арақатынасты қайта жандандыру үшін арналады. Мүмкін жігіт сені басқа қырыңнан танып, саған деген бұрын болмаған қызығушылығы оянады. Бірақ тым артық кетудің де қажеті жоқ. Себебі жігіттің тым қызғаншақ болса, бұл тек барлығын ушықтырып жібереді. Сонымен, дайынсың ба? Онда кеттік. Жігітті қызғандырудың ең бірінші тәсілі бұл оған қатты қызығушылық танытпау. Жігітке біздің өміріміздің онсыз да қызық екенін көрсетеміз. Яғни оның жазған хаттарына бірден сол секундта жауап беруді қойып, әр айтқан өтініштеріне иә деп көне беруді де қоямыз. Екінші әдіс оның достарымен жақын араласуды баста. Сол кезде ол міндетті түрде қызғанады. Себебі ол сені келіп достарымен таныстырды. Ал сендер болсаңдар келесі күні олсыз қыдырып жүрсіңдер. Қызғандырудың бұл әдісі сен жай ғана өз досыңмен жақын араласып жүре берсең де жүзеге аса береді. Сен оған не айтсаң да, ол өзінің ойында бірталай нәрселерді елестетіп үлгереді. Үшінші тәсіл бұл әлеуметтік желіге басқа мүлдем оған таныс емес адамдармен көңілді уақыт өткізгеніңді салып отыру. Мейлі бұл сурет немесе видео болсын. Жігіт жүрегінде 100% бір сезім пайда болады. Себебі ол сенің назарыңа өзің ғана лайықты деп санап келген болатын. Төртінші әдіс басқа жұлдызға есің ауып, ғашық болумен негізделеді. Джастин Бибер, Зейн Малик, BTS тобының мүшелері немесе Қайрат Нұртас тағы басқасы. Сен ол жұлдыздармен өмірде көріспесең де, жай ғана оларды ұнататындығыңның бір факттың өзі сенің жігітіңді уайымдатады. Себебі ол өзін жұлдыздармен санағанда жеңіліп қалатынын біледі және бұнымен еш нәрсе істей алмайды. Күнделікті барлық жерде Джастин Бибердің саған ұнайтындығын айтып жүретін болсаң, бұл саған өз жігітіңді сынауыңа көмектеседі. Бесінші тәсіл жай ғана өзіңе сенімді бол. Қайда қашан барсаң да басқа адамдардың көздерінен және сөздерінен еш қорықпа. Сенің бағытыңа айтылған әр мақтауға лайықты бол. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Осы тәсілдердің бірін пайдаланып, ол саған лайықты болу үшін күнделікті өсіп, дамып, бір орында тұрып қалмау керек екендігін есіне сал. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білген келсе, онда дәл қазір менің төмендегі инстаграмына кірсем болады. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.